біріншіден көрерменге осыны жеткізгім келді. Екіншіден енді Моңғол болып жатыр ғой. Енді біздің азаматтарға айтайықшы, қазір құжаттарды жинап, кім, қалай, қайда бару керек? Жаңа тізім болмайды. Біздің жасаған платформа, сайт. Бұл қалай жұмыс істейді? Соны түсіндіріңізші. Онда түсіндірейін, қалай екенін. Айтайық, азамат бар платформаға тіркелді. Сол кезден бастап. Тіркелген кезде оған платформада өзі айнақша шығады, ол жақта жазып тұрады, жаңа құттықтаймыз, осындай тізімге тұрдыңыз деп. Ол тізімге тұрғаның сені несие алды деген сөз емес. Несие алуға қаралатындығынды дәлелдейтін факт. Сондықтан егер де сіз порталға, жаңа біздің платформаға тіркелсеңіз, одан кейін сіз автосалонға барасыз, дилерге. Дилерге барасыз, жеке куәлігін көрсетіп, айтады, жаңа мен пәлен платформаға тұрдым. Номерім бар деп. Сосын автосалонның қызметкері сол платформаға кіреді өзі компьютермен. Сіздің иініңізбен қарайды, тауып алады сізді, көзі жетеді. Платформада бар екенсің. Болды. Бізде автоөндірушілермен келісім бар. Осы платформа арқылы жаңа несие алам деген азаматтарға барлығына жеткілікті автокөлікті қамтамасыз етеміз деген сөздері бар. Демек, автокөлік болады. Автосалонға келеді, порталға тіркелген адам. Автосалон көз жеткізіп, оған жаңа төлем шотын береді. Моделін көрсетіп, автокөліктің ақшасымен. Сол шотпен азамат барып банктың менеджеріне болады. Банктың менеджері де өз ретінде банктың менеджері де барып сол порталға кіреді. Біздің платформаға. Кіріп тексереді. Расында, сол жақта тіркелгенін көз жеткізсе, ол кезде онымен жаңа мынау өтініш берушімен жұмыс істейді. Енді ол burada 4 банк бізде. 4 банктың қайсына баратыны әр азамат өзі біледі. Сонымен жұмыс істеп, скоринг. Мен түсінбегенмен тіркелгенде бұл тізім емес дейсіздер, бірақ енді бір күнде қазір 10 мың адам өтін беруі мүмкін ғой. Оның ішінде біз 700 қалай таңдап аламыз сонда? 10 мың адам кірмейді ғой. Тізім болмай мен кезек. Жоқ, 10 мың адам платформаға кірмейді. Платформа 760 адам жиналған кезде тоқтап қалады, қабылдамайды. Бәсе осылай айтсаңыздаршы, 760 адам жиналды, бірден тоқталады. Неге десеңіз, өйткені қазір жиналып тұрған ақша 760 адамға жететін ақша. Бұл ақша қайықтан шықты десеңіз, былтыр таратылған 100 миллиардтың азаматтардың қайтарған ақшасы. Соны айтып револьвер деп соны айтып жатырмыз ғой. Әрқайсысы әр банкке төлеп отыр. Сонда 4 банкте әрқайсысы дербес бәрін қосқан кезде 7 миллиард 600 миллион теңге ақша тұр осы кезде. Сосын санаймыз ғой, енді несиенің ең жоғары шекті мәні 10 миллион деп отырмыз ғой. Сонда 7 миллиард 600 миллионды бөлсек 10 миллионнан, сонда шамасы сол 760-тан жоғары адам қамтамасыз етіледі ақшамен және де автокөлікпен. Өзімізді біраз ақпарат алып жатырмыз. Тағы да жалғастыра өтіңіздерші, жаңа жарайды, сайтқа тіркелдік дедік, одан кейін автосалонға барамыз, банкке барамыз, одан кейін банк өзінің скоринг жүйесімен тексереді ол адамды. Төлеуге қабілеттілік болу керек қойында. Оны бөлек жұмыс жүргізеді. Егер де оған көзі жетсе, жаңа ақшасын қайтарып алатындай қылып несиені алуға жаңа. Ол кезде банк оған кепілдік хат береді. Сосын кепілдік хатта айтылады, осы азаматты біз тексердік, бұған осындай пәленше құны осындай машинаға төлеуге ақшаға біз кепілдік береміз дейді хат. Сонымен хатпен барып қайтадан автосалонға барады. Содан кейін автосалон машинаны рәсімдейді оған. Болды. Сонымен жұмысы бітеді.